Болды микробиолог, химик Қазақстан бойынша нөмір 1-ші. Биогумстқа мынаның арасында тесіктері бар, майда тесіктері, ауа кіріп тұратын. Заказ берейін деп жатырмыз. Қытайға сайттарыңыз бәрін былайынан жазып береді, әдемі қылып істеп береді. Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қазақстан фермерлері. Міне бүгін Алматы қаласындамыз. Гүлнар апайдың үйіне келіп отырмыз. Жұмысы жабылған, кешкі сағат 10 болды. Микробиолог, химик Қазақстан бойынша нөмір 1-ші. Оңтүстік Қазақстан облысынан 4 түрлі эмбио алып келіп отырмыз. Эмбиогум алып келіп отырмыз. Соның қайсысы жақсы, қайсысында қандай элементтер бар екен толық айтып беретін осы Гүлнар апай болады. Енді осыны қазір тастап кетсек, где-то бір 2 аптаның ішінде, 10 күннің ішінде толық қорытындысын аламыз деген үміттеміз. Енді бір 2 аптаның ішінде толық қорытындыны осы YouTube каналға салатын боламыз. Жауабын күтіңіздер. Жақсы. Ағайындар. Міне, ассалаумағалейкум Қазақстан фермерлері. Міне бүгін біз Алматы қаласындамыз. Мына қаптың ішінде полиэтиленовый пакет шығаратын сырье. Осындай домалақ аппақ, мынау станок. Сондай мынау полиэтиленовый пакет деген жаңағына телефон, телевизор сондай аласыздар ғой, соның арасына қоятын пышық андай жарылатын пакет бар ғой, сондай шығаратын. Енді біз Құдай қаласа осы дәл осындай қап биогумстқа мынаның арасында тесіктері бар, майда тесіктері, ауа кіріп тұратын. Керемет осындай қаптың 10 түрлісін заказ берейін деп жатырмыз Қытайға. Осы Қытайдан ертең келгеннен кейін біз выбирать етеміз, өзіміздің жаңағы логотипімізді қойып, астына адрестерімізді жазып, егер биогумстарыңыз көп болса, осындай қап істетем десеңіздер, любой размерде жаңағында істетуге болады. Неге Қытайдан? Өйткені ояқтан мысалға Қазақстанда дәл осындай қап істейтін цехтар жоқ та, заводтар ше. Цехтар жоқ. Бұл пакет, мынандай пакет сияқты. Қалың пакет, қапты, жыртылмайды, тесілмейді, нан сұрамайды, су сұрамайды. Арасында бесік, ауа кіріп, биогумусыңыз демалып тұра береді, ылғалдан қалмайды бір жерде. Енді неге Қытайдан деген сұраққа жауап берейін? Ояқта өте арзан. Бұл жақта бірінші Қазақстанда бұндай шығаратын цех завод жоқ. Қытайдан егер Қазақстанда болған жағдайда, ол примерно бір 100 теңгенің үстінде болады бір қабыңыз. 120-150-ге дейін барады. Ал егер Қытайдан заказ берсеңіз, мысалға объемменше өздеріңіздің логотиптеріңізбен, данныйларыңызбен, жаңа почталарыңыз не жазасыздар, сайттарыңыз бәрін былайынан жазып береді, әдемі қылып істеп береді. Өзінің несі бар, өтегі бар, бетін зат салған екен, биогумс салған екен, жабыстырып қоятын өтекпен. Сондай өтек аласыздар. Сосын ояқтың бағасы, бұяқтың бағасы мен 3 есе арзан болады да, примерно 2,5-3 есе. Бұяқта 120 теңгеден болады болса, ояқта 40 теңгеден болады ағайындар, 40 теңгеден. Ойлаңыздар. Сіз бір заказ берген уақытта 20 мың, 30 мың, бірінші заказ берген уақытта 20 мың, 30 мың заказ бересіздер ғой. Одан кейін уже постепенно көтерілгеннен кейін объемдаңыз уже 150-200 мың қаптан заказ бере беретін боласыздар. Бұл жақта минимальный заказды ертең Құдай қаласа осы бір аптаның ішінде білетін боламыз. Қанша штук заказ беруге болатынын. Ертең Құдай қаласа самолетке салып жібереміз осы материалды. Ояқта точно материалды көрсетпесең, әртүрлі істеп беруі мүмкін да Қытайлар. Нашар қылып, качествосын ше, сапасын жоғары қылып, бағасын қымбаттатып жіберуі керек деген сияқты. Дәл осы қаптың сапасы бізге тура келіп тұр. Өте әдемі екен. Енді Құдай қаласа осы бір аптаның ішінде күтіңіздер жаңалықты. Құдай қаласа қап, ең главный қап қой. Осы болып тұр ғой. Жақсы сау болыңыздар. Бір аптадан кейін тағы да видеоролик түсіреміз. Сол кезде толық көретін боласыздар.